Қазақстан боксшылары Парижге 21 шілде күні аттанады. Мырзағали Айтжанов шәкірттері қазір Түркістан облысында Олимпиада алдындағы соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Ұлттық команда Франция астанасындағы кешенді сынға толық құрамда қатысады. 7 жігіттің арасында лицензияға соңғы болып Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы қол жеткізген еді. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы Олимпиадаға іріктеу жолында жанкештілік танытты. Алдымен Италиядағы турнирде сүрініп, жолдамасыз қалды, бірақ жасымады. Астанадағы ішкі сайыста басты қарсыластарынан басым түсіп, келесі жарысқа қатысуға мүмкіндік алды. Мамыр айында Таиландтағы әлемдік іріктеу бәсекесі де жерлесіміз үшін сәтсіз басталды. Кубалық Эрисланди Альварес Мұхаммед Сабырдың алдын орап кетті. Қосымша жекпе-жекте қазақ жігітінің мерейі үстем болып, 63,5 келі салмақтың жолдамасын еншіледі. Әрі қарай енді Мырзағали Құланұлы айтады, УТС сборы болады, екінші сбор. УТС сборды аяқтап, жолға шығамыз. Артық қолмен атылады, артық қолмен көп жұмыс істейді, енді қазір бапкермен алдын олды дамытып жатыр. Енді артық қол, оның қарсыластары білгенімен, оның жер батады бәрі. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы Париж Олимпиадасына соңғы болып жолдама алғанымен Франция астанасындағы жарысты бірінші бастайды. Қазақ жігіті шаршаланға 27 шілдеде шығады. Қазір 63,5 келіде бәсекелестік күшті. Француз Софиян Омия өз елінде топ жаруды көздейді. Грузин Лаша Гурули мен тәжік Бахадур Усмонов және кубалық Эрисланди Альварес те жүлдеден дәмелі. Біз уже кім қай күні боксатыны шықты. Мен алла жазса 27 июльда боксасамын. Енді қарсыластардың бәрін білеміз. Енді алда уақытта зерттеп қараймыз бапкермен. Мырзағали Айтжанов шәкірттері Парижде жеңісті дәстүрді жалғастырып, жанкүйерлер сенімін ақтауға тырысады. Құрамадағы жігіттердің барлығы да жақсы дайындықпен барады. Олимп шыңына ең мықты спортшылар ғана шығады. Біз де аянып қалмаймыз дейді бас бапкер.